Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге тамақ пісіруге арналған өте пайдалы майдың рецептімен бөлісетін боламын. Бізге керекті заттар 82% май, 480 грамдық, менде 2 штук. Сосын темір кастрюль. Майымызды бөліп кастрюльге салып, жай отта ерітеміз. Майымыз ерігеннен кейін отын көтеріп, орташа отта жарты сағат қайнатамыз. Дайын болған сары майымызды банкеге құйып аламыз. Бөлек тортасын бөлек ыдысқа құямыз. Міне біздің дайын болған майымызды барлық тамақ түрлеріне қолдануға болады. Майды аузын жауып қалған сақтаймыз.